Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шоколадты кекс немесе коржик даярлаймыз. Шоколадты коржиктардың жасалу жолы өте оңай әрі тез. Әрі оны алдын ала жасап, морозильникте қатырып сақтасаңыз болады. Керек уақытында шығарып, духовкаға салып, аз уақыт аралығында пісіріп аласыз. Коржиктар өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Жеген уақытта аузыңызда балқып ериді. Шоколадты сүйіп жейтіндер үшін бұл тіптен керемет десерт. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, бірге даярлаңыздар. Коржиктар үшін бізге 150 грамм молочный шоколад, 60 грамм ақ шоколад, 90 грамм ұн, 3 грамм разрыхлитель, 50 грамм сары май, 2 дана жұмыртқа қажет. Алдымен сары май мен шоколадты на водяной бане ертіп аламыз. Ол үшін бір ыдысқа су құйып, оның үстіне ыдыс қойып, шоколад пен сары майды саламыз. Астындағы су үстіндегі ыдысқа тиіп тұрмауы тиіс. Шоколад пен сары майды араластыра отырып ертіп аламыз. Мен көбінесе кондитерлік калибаут шоколадын қолданамын. Калибаут шоколады мен кондитерлік өнімдеріңіз өте дәмді болып шығады. Қолданған шоколадтың сапасы неғұрлым жоғары болған сайын, сіз жасайтын кондитерлік өнімдердің барлығы соғұрлым дәмі жақсы шығады. Әбден ертіп алған сары май мен шоколадты біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте 2 дана жұмыртқаны аздап ағарып көпіргенше венчикпен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны шоколадты массамызға қосып, біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Ұнға разрыхлительді қосып, венчикпен араластырамыз. Ұнның барлығын елеп отырып, шоколадты массамызға қосамыз. Біркелкі массаға айналғанға дейін ұнды шоколадты массамызбен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болуы тиіс. Ақ шоколад тамшыларын оған қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамыздың бетін жауып, шамамен 2-3 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Тесто қатайған уақытта холодильниктен шығарып, коржиктарымызды жасаймыз. Печенье секілді кішірек жасасаңыздар да болады, немесе коржик секілді үлкен дөңгелек етіп жасасаңыздар да болады. Пергамент қағаз төселген противеннің үстіне орналастырамыз. Коржиктарды 170 градуста қызып тұрған пеште шамамен 15 минут пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты, өзіңіздің пешіңізге қарай ориентир жасаңыз. Коржиктарды айтып өткенімдей морозильникте сақтасаңыздар болады. Қажет уақытында шығарып, духовкаға салып, бірден пісіріп, дастарханға ұсынасыздар. Коржиктардың арасына алыстау етіп орналастырамыз. Олар піскен уақытта шамамен 2 есе ұлғаяды. Осымен біздің өте ерекше, өте дәмді шоколадты коржиктарымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен өз каналымда ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.